бабамыздың 180 жылдық мерейтойына арнадық. Енді осы апталығымыздың бүгінгі қорытынды іс-шарасы Ыбырайдың ізбасарлары деп аталады. Педагогикалық толғаныс. Мүмкін сіздерге педагогикалық толғаныс деген бір ерекше естіліп тұрған шығар. Шынымен де біздің бүгінгі осы кешіміздің кейіпкерлері, біздің зейнеткер ұстазымыз Гүлнар Тлеуғабыловна және біздің ортамызға биыл ғана келіп қосылған Рахат Омашевна және жас маман биыл ғана келіп қосылған Алтынбек Мақсатхан. Енді бір сәт мына бір үнге құлақ салайық. Сағындыңыздар ма? Сағындыңыздар ма? Бір жылдан астам уақыт өтті, қоңыраудың үнін естімедік. Қазір офлайн оқып жатырсақ та қоңырау соғылмайды. Өзіміз кіріп шыға береміз, ақырын бір-бірімізге кедергі жасамас үшін. Әрине бұл үн бәрімізге ыстық. Міне Ыбырай бабамызда осыдан бір ғасырдан артық уақыттың өстіп қоңырауын қолына алып қазақ даласында алғаш білімнің шырағын жаққан еді. Міне бұл сол Ыбырай баба жаққаннан бері бұл қоңырау үні бізге етене жақын және таныс ең жақын үнге айналды. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин өзі мұғалімдік мамандыққа баға беріп кеткен еді. Бұдан артық бағаның қажеті жоқ деп те ойлаймын. Біздің бүгінгі Ыбырайдың ізбасарлары атты педагогикалық толғанысымыздың кейіпкерлері жаңа ғана айтып өттім, тағы да толығырақ таныстырып өтейін. Екі бірдей мамандық иесі, француз тілі және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 2010 жылы 12 жылдық мектептің 8 және 11 сыныптарына арналған қазақ тілі оқулығының авторы Ыбырай Алтынсарин, төс белгісінің иегері Оразбаева Гүлнар Тлеуғабылқызы. Екінші кейіпкеріміз үздік педагог 2019 атағының мемлекеттік марапат 2-ші дәрежелі барыс орденінің иегері, бірнеше авторлық бағдарламалардың, әдістемелік кешендердің авторы Әзімбаева Рахат Омашқызы. Үшінші кейіпкеріміз жас маман, жас ақын, педагогика ғылымдарының магистрі, республикалық Жауқазын ғұмыр ақындар мүшәйрасы, тағы да басқа жыр додаларының бірнеше мәрте жүлдегері, 2016 жылы Павлодар облысы әкімінің грант иегері атанған Мақсатхан Алтынбек. Кездесуге қош келдіңіздер деймін. Ал енді қымбатты әріптестер, қымбатты мына жерде ата-аналар қатысып отыр. Уақыттарыңызды бөліп, қатысып отырғандарыңызға тағы да көптен көп рахмет айтамын. Енді ең бірінші мен сұрағымды мынадан бастағым келеді сіздерге. Сіздердің педагогикалық ғұмырнамаларыңызда Ыбырай Алтынсаринмен қандай үндестік бар? Мысалы, мен өзім айта кететін болсам, сізге кішкене подсказка берейін. Мен өзім Ыбырай білім шырағын жаққан Торғайда тудым. Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназияда еңбек етіппін 3 жылдай. Және Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық институтта білім алыппын. Бір Ыбырайдың жаңағы бір ең жақын екенсің ғой сен. Сіздердің өмірлеріңізде осы бүгінгі біздің кездесуге қатысушы кейіпкерлеріміз, үшеуіңіздің өміріңізде педагогикалық ғұмырнамаларыңызда немесе жалпы өмірлеріңізде осы Ыбыраймен қатысты қандай үндестік бар, соған тоқталсақ. Гүлнар Тлеуғабыловна, сөз өзіңізде. Енді мен Ыбыраймен ауылында туған жоқпын, бірақ Ыбырай бәрімізге ортақ. Ол біздің алғашқы ұстазымыз,
бабамыз міне бүгін айтып отырмыз ғой, әдістемелік бірлестігінде 10 күндігі осы бабамыздың 180 жылдығына сәйкес келіп отыр екен. Қандай керемет, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы да бар. Енді абай баяғыда біз айтушы едік қой, кішкентай кезімізде қонақ шақырғанда, қолыма су іш деген, су құйып жатқанда қонақтарға мұғалім бол дейтін. Ол кезде сондай бір мәртебе еді, мұғалім болу деген. Содан қанымызға сіңіп кеткен алғашқы ұстаз сияқты, Ыбырай Алтынсарин сияқты сен де мұғалім бол дейтін ылғи. Сол кішкентай кезімнен өзім армандап өткенмін да, мұғалім болсам екен, балаларды оқытсам екен деп, сол арманым бүгінгі күні орындалып отыр, соған ризамын. Рахмет. Және неге сіз ерекше атап өтпедіңіз? Сіз Алтынсарин медалінің иегерісіз. Мұғалімдер қауымы үшін ең жоғарғы награда Алтынсарин. Көп еңбектің нәтижесі. Көп еңбектің нәтижесі. Ол тектен-текке бермейді. Рахмет. Рахат Омашевна, сөз кезегі өзіңізде. Енді және әріптесіміз айтып кеткендей, біріншіден мен өзім Алтынсаринға тікелей қатысым жоқ болса да, бірақ мен мынандай үндестік таптым. Біріншіден, ол кісінің білесіздер, орыс тілін қалай оқыту, өзге ұлт өкілдеріне орыс тілін қалай оқыту керек, сол туралы әдістеме жазған. Ал менің бірінші мамандығым орыс тілі мұғалімі. Менде әдістемелік құралдың авторымын, бірнеше әдістемелік құрал жазғам. Жалпы біріншіден, екіншіден өмірімді, ғұмырымды мектепке арнадым. Әлі де осы қанша уақытта, мысалы 30 жыл болды, мен еңбек еткеніме педагог болып. Сонда қанша рет мүмкіндік болды таңдау. Мектепте қалу, басқа жерге ауысу. Бірақ мен мектепті ешқашан басқа нәрсеге алмастырам деген ой болған жоқ. Екіншіден ол. Үшіншіден, мен қалай Ыбырай атамыз балаларды қалай жақсы көреді, қалай жанын береді, жүрегін береді, мен де сол кісі сияқты балаларды жақсы көремін, мектепті жақсы көремін. Және де ең бір айтып кетер дүние, ол Ыбырай Алтынсарин деген атамыздың жалпы әріптесіміз дейміз. Ол кісімен менің көптеген өмірдегі көзқарасым бірдей. Жалпы ол кісінің де, сіздердің де, біздің де, менің де, бәріміздің миссиямыз мектептің жүрегі болу. Менің үндестігім осы деп. Ал жас маман, сөз өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздерді көргенім өте қуаныштымын. Ең бірінші Гүлжазира апайға рахмет айтамын. Бірінші, енді жақсы жауап алу үшін жақсы сұрақ қоя білу керек деген сөз бар ғой. Өте тамаша сұрақ деп ойлаймын. Бір адамның ішіндегісін айтқысы келтіретін сондай бір сұрақ екен. Ең бірінші, енді Алтынсаринмен қандай үндестігің бар деген кезде, бұл енді Алтынсарин атамыз секілді бізде ұстаздық жолға түсіп, Алтынсарин атамызға ұқсап еліктеп келе жатырмыз. Екінші бір ұқсастық, менде жаңағы Павлодар облысындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған гимназияның түлегімін. Осындай бір тамаша байланыс бар екен. Байланыс бар. Сондықтан жаңағы Алтынсарин деген ат, Алтынсарин деген есім бір менің жүрегіме өте ыстық, жылы сезіледі. Жақсы. Тағы да мен мына жерде бір нәрсе қосып кетейін деп едім. Тағы да бір сәйкестік тауып отырмын. Ол бірінші рет осы солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында ең бірінші мемлекеттік тілді оқыту орталығын ашқандардың бірі мен боламын. Бірінші мектеп ашты, сол сияқты да менде де бар екен. Осыдан 20 ашыңыз. 22 жыл болады биыл, аманшылық болса. Мен сонда үздіксіз осында кеткенге дейін жұмыс істедім. Жақсы, рахмет, тамаша, рахмет. Ал енді сіздерді біз бекерден бекер таңдап алған жоқпыз, қымбатты әріптестер. Өйткені жаңа айттық, Гүлнар Тілеуғабыловна енді еңбегінің зейнетін көріп отқан ұстаз, біздің үлкеніміз, ақылшымыз осы кафедрадағы, және осы біз 15 адам болсақ кафедрада, соның ішіндегі жалғыз адам Алтынсарин төсбелгісінің иегері атанып отқан. Ал Рахат Омашевна
енді республикалық үздік педагог байқауының жаңа жүлдегері болған кісі. Бұл кісі биыл жаңадан біздің ортамызға келіп отыр және орта жастағы педагог деп біз Рахат Омашеваны таныдық және жаңа жас өсіп келе жатқан жас өскін деп ал кімді Алтынбекті таңдаған себебіміз сол, яғни үш поколение дейміз ғой, үш ұрпақ өкілінің өмірі мен шығармашылығын жаңа үлгі етейік, бір-бірімізден жаста болса мысалға Алтынбектен алатынымыз көп екен. Қаншама жыр мүшәйраларының несі жүлдегері болған. Павлодар әкімінің грантының 16 жылы иегері болған екен. Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі жас ұстаздар байқауының жүлдегері болған жаңағы Қазақстан бойынша. Сондықтан міне осындай жақсы бізден кейін, сіздерден кейін жақсы жастың өсіп келе жатқан бүгінгі күні насихаттау табылады. Бұл іс-шарамыздың негізгі мақсаты да ұстаз мәртебесін көтеру. Ұстаз мәртебесін мемлекет көтерсін, мемлекет маған үйтсін, мемлекет маған сүйтсін деп отырмай, бір кішкентай тамшыдай болса да, осындай ұстаздарымыз бар екен, осы ұстаздардан үлгі алсын, бір-біріміздің озық тәжірибемізбен танысайық, бір-бірімізді жақынырақ білейік деген және мадақтайық, марапаттайық, қошемет көрсетейік деген мақсатта бір сөзбен айтқанда осы ұстазға деген құрмет жатыр бүгінгі кездесудің астарында. Енді екінші сұрағымызға назар аударайық. Талай баланы үйреттіңіз. Өздеріңіз баладан не үйрендіңіздер? Сіз бастайсыз ба, мен айтайын ба? Енді бала дегеніміз сол сондай бір жаңа ғана өсіп келе жатқан ұрпақ, таза, көңілі де, сөзі де, ойы да таза, иә? Одан ештеңе жасырмайсың, ойындағысын айтады. Қазіргі кездің талабы да сол ғой енді, шындықты айту. Сол балалардың сондай шындықты жақсы көретін ұнады маған. Жан жақты білім алуы ұнады. Сосын өзіне деген жауапкершілігі жоғары тұратыны, сол балалардан байқағаным, сосын білімге құштарлығы. Қазіргі кезде енді қазақ тіліне деген бетбұрыс үлкен, жанталасып оқиды балалар, білгісі келеді, бірақ әлі де жұмыс істеу керек. Енді балалармен жұмыс істегенде рас айтасыз, оларға үйрете отырып, өзің де үйренеді екенсің. Байқап сөйлеу керек, балалармен шындықты айту керек, өйткені алдында тұрған бір айна сияқтысың ғой балаларға. Сондықтан балалардан да үйренетін нәрселер көп. Жақсы, рахмет. Яғни сіз балалардан шындықты айтуды үйрендіңіз. Өте жақсы. Рахат Омашевна. Мен ең біріншіден айтар едім, мен балалардан мейірімділікті үйрендім. Біріншіден ол, екіншіден шығармашылық шабыттануды үйрендім. Жалпы осы балалармен 30 жыл жұмыс ішінде өзіңе өзің сенуді үйрендім. Мен неге басқалар істегенде, мен неге істей алмаймын деген осы сұрақты қоюға үйрендім. Жалпы қашанда елдің алдында болуға үйрендім. Адамның кез келген аудиторияның алдында шығып, өз ойыңды, өз көзқарасыңды ашық білдіруге үйрендім. Осының бәрін өзімнің алдымдағы шәкірттерімнен үйрендім. Жақсы, Рахат Омашевна, өте жақсы. Алтынбек, сөз өзіңізде? Тамаша. Енді осыған дейін мысалы қанша түрлі сыныпқа, қанша оқушыға сабақ бердік қой, 100 шақты, әр бала енді әртүрлі өзінше ерекше. Әр баладан шынымен де бір жақсы таратуға болғаннан кейін, әрқайсынан бір жақсы қасиет үйренуге болады. Енді жалпы өзім сабақ бере жүріп, қателеспесем Сенеканың сөзі ғой, осы үйрете жүріп үйренеміз деген. Бір баладан шынымен де жаңағы батырлықты, бір баладан жауапкершілікті кейде өзің түсінесің, ана балаларға қарап, мына бала қандай жауапкершілікті, мына бала қандай өнерлі, мына баланы қалай ата-анасы дәл осылай тәрбиелеген деп, сен ұстаз бола жүре тұрып, сен өзің кейде қайран қалып жататын кездер болады. Мына баланың мен бір ата-анасымен таныссам ғой деген сияқты, иә. Сол бойындағы бір адамгершілік қасиеттері өте керемет балалар болады. Мысалы, ұстазды керемет сыйлап тұратын, достарын құрметтейтін,
бір өмірді жақсы, кейбір адамдардан, кейбір оқушылардан өмірді жақсы көруді үйренесің, кейбір оқушылардан өмірге жеңіл қарауды үйренесің. Біздің жолымыз болды деп ойлаймын. Біздің алдымызда күн сайын 40-50 бала отырады, 40-50 адаммен диалог кетсеміз, және олардың жақсы қасиеттерін өзімізге алуға өте көп мүмкіндігіміз бар. Басқа мамандықта қарағанда енді. Жақсы, өте жақсы, рахмет. Енді бүгін құрметті әріптестер, егер бұрынғыдай жағдайымыз болғанда мектепте дүркіретіп тұрып өткізуге болатын еді. Енді өздеріңіз елдегі жағдайды білесіздер бе, соған қарамай бүгінгі күні біздің шақыртуымызды қабыл алып, біздің Гүлнар Тілеуғабыловнаның ата-анасы қатысып отыр. Сұрып келіп, Нұрлыбектің анасына сөз кезегін бергім келеді. Нұрлыбектің мамасы сөйлеп қойсаңыз. Айта беріңіз. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар. Мен өте қуаныштымын өзім осындай конференция бірге отырғаныма. Ал енді алтын қазақтың тілі терең ғой, айта алмай шығармын. Орысша айта беріңіз. Орысша үйренгім, айтқанда енді Гүлнар Тілеуғабыловна туралы айтса, терең айтқың келеді. Сонда айтқанда өз тілмен, жететін тілмен жеткізесіз ғой енді. Сол орыс тілмен рұқсат болса, мен айта берейін. Айта бер, рұқсат. Я как родительница теперь выступаю от имени наших родителей. Я думаю, что они меня поддержат в моем мнении. Гүлнар Тілеуғабыловна, вот действительно тот человек, говорят, педагог, учить каждый из нас может чему-то, кому-то, кого-то, но педагог – это призвание. Педагогом быть каждый может быть. Поэтому вот Гүлнар Тілеуғабыловна – это как действительно человек, у которого призвание, вот она же рассказывает о том, что она мечтала быть учителем, и учитель, и эта мечта исполнилась. Мы как родители в тесном контакте с Гүлнар Тілеуғабыловной, те достижения, которые достигли наши дети, я считаю, что это были заслуга Гүлнар Тілеуғабыловны, потому что она в тесном контакте работала с нами. Не простые наши детки были, с которыми нужно работать. Вы знаете, можно работать с любым человеком, но детскую душу, струну детской души знает только человек, который действительно влюблен в свою профессию, который ответственен, который понимает, что по жизни ведет человека. Все начинается с фундамента. И вот какой учитель, такие и потом появляются у нас и достижения. Вот я благодарна на всю жизнь Гүлнар Тілеуғабыловне, что у меня сын учился, Нурлыбек. Результаты у нас неплохие получились. Мы поступили в 3 университета на грант. Я считаю, это полнейшая заслуга Гүлнар Тілеуғабыловны, потому что она всегда была на страже, всегда знала, где ее дети, чем они занимаются. И всегда сигнал поступал вовремя, и мы вовремя принимали какие-то решения. Огромное, конечно, ей спасибо, здоровье. Вот я сейчас смотрю, говорят, время собирать камни. И вот вы правильно сказали, Зарапай, о том, что вот 3 поколения связали, это просто замечательно. Время собирать камни. Вот Гүлнар Тілеуғабыловна действительно собрала камни, и теперь она их раздает. А время, говорит, раздавать камни. Вот она теперь раздает свой опыт, свои знания, свои наработанные какие-то учебники, да, вот она написала какие-то эти. Вот она сейчас этим опытом делится. Поэтому у вас огромное вам спасибо, что вы нас пригласили, что присутствуем. И дальнейших вам успехов. И желаю, чтобы побольше в нашей педагогической деятельности были вот такие люди, как Гүлнар Тілеуғабыловна, как человек, профессионал, как просто любящий свою работу, творчески, креативно подходящий к своей работе человек. Жақсы, рахмет сізге, Нұрлыбектің мамасы, өте жақсы. Енді бір ескерте кететініміз, Гүлнар Тілеуғабыловна осы мектеп ашылғаннан осы балаларды, Нұрлыбектің сыныбын 8-ші сыныптан бастап алып, 11-ші сыныпқа дейін аяқтатып шығарды. Бір ерекшелігі. Міне ата-аналар да,
балалар да ол кісіге бауыр басып қалған. Рахмет сізге уақытыңызды бөліп қатысқаныңызға. Енді келесі кейіпкеріміз Рахат Омашевнаның негізі оқушысы сөйлеу керек еді, бірақ оқушысы бейне ролик жіберген екен. Қазір соны тамашалаймыз, бірақ мен енді Рахат Омашевна туралы өзім айтқым келіп тұр. Бірінші мен бұл кісімен былтыр наурыз айында неде таныстым, сараптама, оқулықты сараптамадан өткізгенде командировка барғанда танысып, содан бір жаңа жұмысшы топқа, рабочий группаға түстік. Екеуміз Қостанайдың бір мұғалімі, Ақтөбенің 2 мұғалімі, 5-еуміз сол бір топ болдық. Сонда Рахат апайдың мен ақ жарқын, мынандай адаммен қарым-қатынасқа тез бейімделетіндігін көріп, тіпті осы мектепке 6 наурыз күні сыныбымның концертін алып келдім. Сонда концерт көріп ол кісі балаларға батасын беріп, Рахат апай Абайдың келіні болып келеді. Әзімбаева деген фамилиясы Абайдың келіні болып келеді негізі. Ол кісі ұлы Абай ақынның. Міне сол жерде өлең айтып, оны да сол жерде естіп, жаңағы 2 тілде өлең айтып берді, орысша, қазақша, осы Абайдың. Міне содан кейін мен жақында тағы бір іс-шарада, қоғамдық іс-шарада бұл кісіге қолқа салып, сіз өзіңізді мына студент мамандарға өзіңіз туралы айтсаңыз екен, сізден үлгі алсын болашақ студенттер деп айтқан кезінде, бұл кісі маған сөзсіз келісіп, сонда мен тағы бір ақпараттарды өзіме түйіп қалдым. Жалпы Рахат Омашқызы осы педагогикалық өмір жолында елбасымен, яғни Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен 5 рет бетпе-бет кездескен екен. 5 рет кәдімгідей Павлодар, Петропавл облысына барғанда кездесулерге қатысқан екен. Және екінші президентіміздің қолынан сразу осы мемлекеттік марапат алған екен деймін бе. Міне осындай бір өмірінде ерекше тұстар бар Рахат Омашқызының. Ал енді биыл қыркүйекте біздің мектептен көрген кезде өзім таңғалып отырмын. О, апай, жақсы адам келді ортамызға, жақсы маман келді деп. Міне сондықтан Рахат Омашевна, қыркүйектен бері өзіңізді көрсетіп жатырсыз. Жан-жақтылығыңыздан үлкен рахмет. Ал енді сіздің балаларыңыздың қазір бейне ролигін тамашалап жіберейік. Қазір мен қазір мынаны қосып жіберейін. Жерде мынаны остановить етейін да, мына екіншісін қосайын. Так, окно. Ой. Дауыс шықпады ау, Қазір мен қоса қойын дауысын, балалар. Жаңа жіберді ғой оны. Рахат апай, өзіңіздің экраныңыздан көрсетіңіз, Гүлжазирадан шықпаса. Гүлжазира өшіріп тұр. Экранда емес қой, менде телефонда. Жаңа жібере қойып еді. Менен де шықпай қаламайды. Енді мына балалардың бәрі, жарайды, мен қазір чатқа жіберемін. Мына балалардың барлығы Рахат Омашевнаны жақсы көреміз деп жатыр. Сосын және 5-еуі де орыс, өзге ұлттың балалары. Көрдіңіз бе? 5-еуі де өзге ұлттың балалары. Жаңа қазақша үйреткеніңіз үшін бізге рахмет, жаныңызды беріп, сабақ бердіңіз, қазір мен чатқа салайын оны. Ал енді біздің Алтынбек туралы кім пікір айтады? Мен ойлана келе, Алтынбекке кімді айтқызсам екен деп, сонымен биыл бізде қарап отырсаңыздар, 9 А класы жалғыз, 8 А класы жалғыз, сосын 7 А мен Б екеу, 6 А жалғыз болады да, биылғы 5 А мен 5 Б егіз болып келді. Сондықтан онда редкий случай егіз болып келу деген. Сондықтан бізде өзі қазақ кластары жалқы болып келеді да, орыс кластары не 3-ем, не 4-ем болып келеді. Сондықтан биыл егіз болып келген екен. Енді сосы егіздің сыңарындай екеуі, біреуі А класының, біреуі Б класының жетекшісі болып, бірге әріптестік қызмет атқарып жүрген Қымбат Мұратбекқызы, өзіңіздің әріптесіңіз жайлы мен сізге сөз бергім келіп тұр. Ал Қымбат апай. Иә, көрініп тұрған шығар ме? Қайырлы күн, әріптестер. Иә, мынау бір апта бойы біз
осы апталығымыз бір аптаның ішінде көптеген тәрбие сағаттарын, ашық сабақтарды және де мынау зияткерлік сайыстар, ойындарды өткізіп жатырмыз. Бүгін міне Гүлжазира Бекболатқызы Ыбырайдың ізбасарлары деп тамаша кешті ұйымдастырып отыр. Енді біз мынау Алтынбек ағаймен жалпы осы биыл таныстық, сондай бір ақ жарқын адам екенін байқадым. Тіпті өзі менен бір 5-6 жас шамасында кіші болса да, сондай апай деп үлкенді құрметтейтін, кішіге бір ізеттілік танытатын азамат тұлға екенін байқадым. Және де сонымен қатар Алтынбектің бойынан ақындық қасиеттің бар екені де байқалды. Алтынбек сонымен қатар жанашыр, қашан көрсең күліп жүреді, көмек көрсетуге дайын азамат екенін байқадық. Және де екеуміз қатар жүреміз, біреуіміз 5 санның сынып жетекшіміз, біреуіміз 5 санның сынып жетекшіміз. Қандай да бір мәліметтер болса бірге жіберіп, бірге ыстығына да суығына да көніп келе жатырмыз. Енді Алтынбек ағай туралы айта берсек көп, жан жақты ұлы тұлға деп айтсақ та артық етпейді. Енді Алтынбек ағай осы Ыбырай Алтынсариннің атамыздың аруағы қолдап, сізде бір атақты ақын, сондай бір қоғам қайраткері болады деп сенеміз сізге. Мынау және де Рахат Омаш, Гүлнар Тілеуғабыловна, сіздер де сондай бізге үлгі көрсететіндей тұлғасыздар. Сіздерден де үйренетініміз көп. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сіздерден тәжірибе алып, осылай бірлікте жұмыс жасай береміз деп сенемін. Рахмет, қымбат рахмет. Енді ары қарай жалғастырайық кешімізді. Қазір біздің енді келесі сұрағымыз, бала тәрбиесінің негізгі құраушысы мейірім бе, әлде білім бе? Осыған жауап берсеңіздер. Бала тәрбиесі. Бірінші мейірім. Мейірімді. Мейірімнен қарасаң, бала ашыла береді. Одан былай дікілдеп білімді ғана талап етіп отырсаң, ол бала жабылып қалуы да мүмкін. Мейіріммен қарау керек балаларға. Мен өзі өмір бойы солаймын. Мейірімді, бәрі айтады мен мейірімді деп. Балаларды ренжіткім келмейді. Сосын енді сен жақсылап айтасың ғой. Мен дайындалшы деп айтып қойсам, жақсы сөйлесем, ол жақсы қошсады. Есі мен оған бетіп талап етіп нетсем, онда қатайып кетеді балада. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші орында мейірім тұру керек. Жақсы, рахмет. Рахат Омашевна. Енді айтады ғой, мейірім деп жаңа айтып жатыр, дұрыс, мейірім. Өйткені қазіргі таңда білімді балалар мұғалімсіз де алады. Қазір мүмкіндік деген зор, тілде үйренем десе де, естігеннен үйренем десе де. Ал енді мейірім шуағын шашатын мұғалімнің рөлін ешкім алмастыра алмайды. Себебі оқушыларға ең бірінші мейірімділік керек, және жылы жүрек керек. Абай атамыз айтқандай, ыстығы ықылас, және жылы жүрек деген секілді, жылы жүрек бәріне жетеді. Жақсы, рахмет. Алтынбек, сөз өзіңізде. Маман ретінде. Алтынбек сатау ғой деймін. Гүлнар апаймен келісемін. Жалпы Әл-Фараби атамыздың сөзі бар ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Мына мейірім деген сөзде үлкен тәрбие жатыр деп ойлаймын. Сондықтан баланы бірінші мейірімге, адамгершілікке үйреткеннен кейін барып, білімді берген, жалпы екеуін де қатар алып жүрген негізі дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Екеуін де қатар алып жүрген. Жақсы, өте жақсы. Рахмет сіздерге. Енді егер өмір алтын болса, зергері мұғалім. Егер өмір теңіз болса, гауһары мұғалім. Егер өмір жүзік болса, көзі мұғалім. Егер өмір ақын болса, сөзі мұғалім деп Өзбек ақыны Шухрат жазған екен. Ендеше біздің ортамызда қаншама жаңағы
өмірдің көзі болып жүрген, өмірдің өзі болып жүрген қаншама ұстаздарымыз отыр. Бүгін және басқа кафедралардан қатынасып отырған әріптестеріміз бар. Гүлнар Тілеуғабыловнаның замандас, үзеңгілес замандасы Айгүл Жұмашевна өзіңізге сөз кезегін бергім келеді. Айгүл Жұмашевна. Айгүл Жұмашевна. Сәлеметсіңдер ме, құрметті әріптестерім. Енді мен камераны ашпай отырмын, бана көрдіңдер ме, немерелермен мына жерде. Қайта күшті болады. Иә, ана жерде Қытаймында үлкені, кухняда атамыз отыр, шай құю керек болған, бірақ неден көріп, мектептің чатыдан көріп, таңертең настроением көтеріліп солай. Уже менде мына мен көрмеген жаңа мұғалімдер бар екен, танысқаныма өте қуаныштымын. Вот я дальше продолжу по-русски, да, чтобы то, что я чувствую. Вот, у меня было такое ощущение, что я попала в прежние годы, когда учителя носят на руках вся школа. И я Гульнар Тілеуғабыловне страшно позавидовала. Думаю, как здорово, что рядом есть такие коллеги. Учителя кто поднимает? Это рядом стоящие коллеги. Про учителя кто говорит? Учителя говорят наша администрация, вы понимаете? Потому что курс нелегкий, он кажется такой монотонный. Каждый день как будто бы одно и то же. И когда параллельные классы, это вообще одно и то же объясняешь. А тут такое, прям, знаете, прям как звезда, жұлдыз сияқты жарқырап шықты, Гүлжазира айналайын. Мы с Гульнар Тілеуғабыловной, молодец, Гүлжазира, я думаю, не зря вы получили звание лучшего учителя 2019 года. Біздің мектепте ондай мұғалімдер өте көп, потому что в нашу школу набирают действительно профессионалов. У нас набирают профессионалов, но вы знаете, мало того, что я хочу говорить, что учитель должен быть прежде всего ремесленником, учитель должен быть с большим-большим сердцем. И она жила жүрекке, мен тағы да бір қосар едім, жылы көз. Потому что вот этот взгляд учителя, благодарный, взгляд учителя к ученику, когда смотришь на ученика с такой любовью, они это чувствуют, понимаете? Тем более слово. Вот даже сейчас всегда бывают моменты, когда я жду встречи с детьми. Но про Гульнар Тілеуғабыловну я хочу сказать, что мы работаем с самого открытия. И сегодня, когда я увидела это объявление, я так удивилась. Думаю, надо же, она оказывается у нас учитель французского и казахского языка. Мало того, до чего же скромный человек. Я бывает иногда, это же время, я кандидат наук, думаю, ну, наверное, там учителя скажут, такая Гужмашна вечно, а тут рядом со мной, менің құрдасым, менің жүрегім, можно сказать. Вот мы с ней делимся, потому что мы с ней же все-таки уже не молодые, бывает разное, бывает мы очень эмоциональные, мы близко воспринимаем, когда нас не замечают, как маленькие дети, понимаете? Поэтому я очутилась в такой обстановке, я прям себя на место Гульнар Тілеуғабыловны поставила и думаю, вот очутиться бы вот в этой атмосфере такого уважения к учителю, который проработал более 30 лет. Потому что в школе действительно остаются самые закаленные. Гульнар Тілеуғабыловна, она очень трудолюбивый человек, невероятно. Вот здесь вот родитель ушла, я посмотрела на фамилию, сразу вспомнила этого мальчика рыжего такого, он играл на фортепиано. Он музыкант, он был музыкант. Я тут же вспомнила этого мальчика. Да, такой приятный, мягкий. Гульнар Тілеуғабыловна к этим своим ученикам она относилась как к своим родным детям. А дети это чувствуют, понимаете? Это дети чувствуют. На вашей кафедре собрались много замечательных учителей. Вот я бы хотела про Алму Айтбаевну сказать. В прошлом году было очень тяжело как раз в это время. В это время было очень тяжело. Например, мне было очень тяжело осваивать компьютер.
мы ни на какие курсы не ходили, нас всегда зачеркивали из этих курсов, понимаете? Вот, и тогда я не знала, к кому обратиться, чтобы научиться делать Google тесты. И тогда мне откликнулась Алмайт Павловна. Ночью я могла к ней позвонить. Спасибо большое, Алмайт Павловна. Көп сізге рахмет. Кого тут еще я вижу? Я вот қазір кім болды мында қымбат класс жетекшім, 7 Б-ның класс жетекшісі Көптаяқ жейтін мына жерде отыр. Балалары сабаққа келмесе, ана формативті жазмаса қымбатқа. Гүлмира апай отыр, менің көршім по кабинету. Ол кісі сымбатпен пут шатастырып жатыр. Аршагүл апай отыр екен, да, Аршагүл апай отыр екен. Кафедраларыңызға мен сізге айтатыным, оставайтесь такими же, вот вы знаете, вам везет. Знаете, почему вам везет? Потому что у вас есть такая кладовая Абая, кладовая Ибрая Алтынсарина, понимаете? Вот там все готовое, все можно оттуда брать. Вы это все знаете. Нам, конечно, намного тяжелее, біз даже өзіміз здесь сөйлей алмаймыз. Поэтому я отношу қазақ тілі мен қазақ әдебиеті мен негізгі пәндерге жатқызамын осы мектепте. Себебі осы кафедрада өте тамаша әріптестерім жұмыс істейді. Өте ризамын сендерге. Әсіресе бүгінгі Гүлжазира, вот ты передала вот это вот, знаешь, какую-то нежность. Вот какой-то нерв, по которому мы все скучаем, понимаете? Вот я, например, очень сильно скучаю, но не потому, что я вот этого вот такого трепетного отношения, понимаете, к возрасту человека, к возрасту, как вы всех представили, как вы всех соединили, понимаете? Оказывается, у нас есть человек с правительственной наградой. Почему у нас в школе не висят портреты учителей? Почему не висят? А Таналар Карьянгезде, они думают, что все это висит у нас там в чате, вот в этом, в компьютере, вот в этом железном. Ол чатқа кім кіреді, ол чатқа ешкім кірмейді. Ата-ана мектепке келген кезде висели бы портреты наших учителей, учителя года, учителя вот Гульнар Тлеугабыловна, она была, мне кажется, в школе нашей единственный обладатель медали, самой высшей медали Министерства образования, это медаль Алтынсарина. Вот, сіздер барыңызға, вы все, практически в нашей школе все учителя, они бы, мне кажется, то, что я сейчас говорю, они бы поддержали. Рахмет Гүлжазира Болат маған сөз берген үшін, и осындай кездесуді ұйымдастырған үшін, бұл деген басқа кафедраларға үлкен үлгі болады. Мына записьті директорға жіберу керек. Жақсы. Рахмет. Ал енді Бағдат Каримовна, келесі сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, мен сіздерге қуанып отырмын. Осы басқа кафедрадан бізді елеп, ескеріп, қатысып отқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бұл мұғалімге деген, мамандыққа деген құрмет. Енді сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен өте қуаныштымын. Мен де жаңа Айгүл апай айтқандай, енді орысша қосып айта берейін, кешіріңіздер. Объявлениені көргенде керемет қуанып кеттім. Осы қаншама жақсы сөздер естідік. Ибрай Алтынсарин атамызды біз бірінші рет мектепке барғанда, осы кел балалар оқылық деген осы тақпағымен мектепке барғанда қазақ тілі пәнінде осы өлеңді жаттап алдық. Қазірға дейін сол өлеңді мен есімде бар. Сол кел балалар оқылық. Оқығанда көңілге тоқылық. Сонда осы білім алудың қиындығы сол инемен құдық қазғандай деп. Сондай қазір сол қазақ балаларына білімді болсын деп, сол білім алу үшін қанша еңбек жасау керек екен. Соның бәрін сол кісі солай қалай әдемі солай айтқаны әрі менің жүрегімде, әрі мен қайда жүрсемде, міне оны жүрегімде сақтаймыз. Осындай кеш болып жатқанда біз өте қуаныштымыз. Күлі міне әріптестерге, жас мамандарға, жаңа айтып отыр, осы Алтынбектің коллегасы,
әріптесі қандай әдемі сөз айтты. Қазақ тілінің мұғалімдеріне біз енді, если мен, допустим, математика болсам, біздікі узкая специализация, тек қана математика, а қазақ тілінің мұғалімдері қандай сондай білімді, қандай тарихты білу керек. Қазақ әдебиетін, қазақтың тарихын қалай білу керек, өзің пәнін қалай білу керек. Мен сіздерге көп рахмет айтамын. Мен өте қуаныштымын осы кездесуге қатысқаныма. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге, Бағдат Каримовна. Ал енді қымбатты әріптестер, өзі сырттан шақ мұғалім қатысып отыр екен, жаңа Арай мұғалім шығып кетті. Венера Жандосовна жас маман, біздің мектептің. Венераның да жеткен жетістігі көп. Жас маман емес қой. Иә. Ну енді жас қой бізден. Мысалы менен 14 жас кіші. Сосын айтып бәрі жас маман. Ал Венера Жандосовна рахмет, өзге кафедрадан келіп қатысып уақыттарыңызды бөліп отқан үшін алғысымыз шексіз. Енді өзіңіз тілегіңізді айтып жүрсеңіз. Венера. Да. Неожиданно. Неожиданно күшті болады ол. Не дейін енді. Негізі жаңа тоже нені көргенде, болып жатыр дегенде сағат 16:00-де қарасам, сағат 16:07 болып тұрды. Кіріп көрейінші деп, жаңа тоже Ыбырай Алтынсариннің несі қызықтырды да мені, жаңағы Ыбырай Алтынсаринға байланысты, содан кейін Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері деген, соны, конечно, не болғаннан кейін қызықтырады, бәрі мұғалім болғаннан кейін. Негізі мен өзім тоже ауылдан бастағанмын ғой өзімнің жұмысымды. И сол кезде біздің ауданда, Алматы облысында бір мұғалімде ғана, бір адамда ғана сондай бір медаль болған ғой, Ыбырай Алтынсарин медалі. Сонда сол кісіге қарап, мына кісі қалай алды екен, ол қандай медаль, сонда білмеймін ғой, қанша айтқанмен, бірақ соған жаман қызығатынмын. Мен ана кісімен сөйлескім кеп, ол сонда мектеп директоры болғанда, бір ауылдың мектеп директоры болған. Кім ойлаған, енді осылай жаңағы біраз уақыт өте келе сондай адамдармен жұмыс істеймін деп, сондай медаль, Ыбырай Алтынсарин медаль иегері, үздік ұстаздар, осындай ортада жұмыс істеймін деп мүлдем ойлаған жоқпын. Сол кездері соған ризамын, сіздермен бірге жұмыс атқарғаныма. Жаңа қарап отырмда тоже бір сондай бір жылулықпен жақсы бір іс-шара өткізіп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Сіздермен жұмыс істегеніме ризамын. Осындай ортамызда сондай мұғалімдер көбейе берсін. Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, қазіргі уақытта тағы бір медаль пайда болды ғой, Қазақстанның үздік ұстазы, да, или осы жылы ғана берілді ғой. Иә. Медальға жетейік бәріміз. Амин. Рахмет. 5-6 жылдан кейін тек қана сондай мұғалімдердің қатарында жұмыс істеп отырайық. Амин, айтамын келді Венера Жандосовна. Рахмет, міне таза қазақша сөйлеп отыр Венера Жандосовна. Ауылдың баласы. Мен ауылдан шыққандар жүр ғой, екі ауыз сөз айта алмай. Жақсы, рахмет. Ал енді қымбатты әріптестер, кешімізді соңына жетіп қалды. Алма Айтбаевна, кафедра меңгеруші ретінде сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Бүгінгі осындай кеш ұйымдастырғаныңызға, Гүлжазира, басында кішкене қатты да сөйлеп кеттік да. Гүлнар Тлеугабыловна, жоқ, болмайым деп. Бірақ потихонечку, как говорят, это капля камень точит деп. Все-таки Гүлжазира Бекбулатовна потихонечку, мягко, гладко, но добилась своего, да. Гульнар Тлеугабыловна, вы согласились вот в таком нашем вечере принять участие. Это действительно как перекличка поколений мы задумывали. Поэтому я думаю, что все у нас получилось. Не случайно вот Лев Николаевич Толстой говорил, да, если человек хорошо знает свое дело, он хороший учитель. Но если этот учитель любит своих детей как отец, как мать, он гораздо лучше того учителя, да, который все знает. Но если он себе объединяет и знания, и любовь, то это совершенный учитель. И сегодня, мне кажется, мы действительно встретились с совершенными учителями. Да? И Гульнар Тлеугабыловна, Рахат Машевна,
Алтынбек, сізге соңында тілеймін, сондай совершенный учитель болыңыз. Кешіріңіз, что я половину на русском, половину на казахском говорю. Двуязычный болып кеттім, да? Рахат Умашевна, рада, что вы в нашем коллективе, помните, как кім говорит, да, Аягоз, алма, не пожалеете, это вот знакомый человек. Мен секретімді айтып қояйын, да, мы по рекомендации моей подруги пришли, да. Я думаю, что у нас действительно хороший творческий такой коллектив сложился на сегодняшний день. И мероприятие, этот вечер такой уютный, мягкий, теплый, является свидетельством. Всем коллегам большое спасибо, всем творческих успехов. Я думаю, неделя у нас получилась неплохая. Вот Нурбах Заркешевна взвалила на себя столько мероприятий, да? Особенно ярко, наверное, получилось от проведения клуба «Что, где, когда». Во всех 10 классах все 10-классники довольны были. Сегодня спрашивали, а когда будут нас награждать, а кто все-таки первое место занял. Но все это у нас еще впереди, подведение итогов, отчеты и так далее. Тағдайден көп сіздерге рахмет. Осындай әдем кештерде кездесе берейік. Рахмет. Ал қымбатты әріптестер, бұл біздің Ыбырай Алтынсарин бабамыздың 180 жылдық мерей тойына бастаған алғашқы іс-шарамыз деп ойлаймын. Енді ары қарай осы дәстүрді жалғастырып, осылай 3-3-тен мұғалімдерді топтастырып, бір озық тәжірибе мектебін құрайық, бір-бірімізбен осылай танысып, былай білгенмен ішінара мысалға біле бермейміз, кейбір нюанстарды бір-біріміздің. Мысалға мен Гүлнар Тілеуғалымнан ерекше бір қасиетін айтқым келеді, атымтай жомарт ол кісі. Енді деген өзім Гүлнар Тілеуғалымнан ұялып қоямын өзі. Қолында не бар? Ақ парақ керек па, ақ парағын, кәтіржін керек па, кәтіржін, сепілерін керек па, Құдай ау енді бәрінен бізді обеспечить етті ғой, осы 5 жыл бірге жұмыс істейміз. Мен дата көздемейді бір күні бухгалтериядан бұл кісінің принтер несін көріп қап, кәтіржін. Вы что, бухгалтерияға неге бересіз, соларда бар ғой деп. Бізге бермейсіз ба деп жаңа таңғалып отырмын. Сондықтан бәрімізге шынында да атымтай жомартсыз. Бұл атымтай жомарт Ыбырай Алтынсариннің әңгімесінің кейіпкері, қолыңыз ашық. Қашанда қолыңызда не бар, тіпті жаңа айтып отырмын ғой, ақ парақ болсын, өшіргіш болсын, қарындаш болсын, блокнот, тіпті алмаған дүниеміз қалмады осы Тілеуғалымнан. Сондықтан рахмет сізге. Ал енді Рахат Омашевна биыл 1 жылдан асты, мен Рахат Омашевнаны танитыма, қарапайымдылығына бұл кісінің тәнті болдым. Бізге және өзі дейді, ойбай, ана дейді айтып жатыр командировкада, менің медалім сөмкемде әлі жүр декабрьде алғанда. Мә қыздар тақып көріңдер, сендерге жұғысты болсын деп. Ана жерде Ақтөбеден біреу Қостанайдан біреу әр жерден ғой. Үшеу 5 адам бір жұмыс топта, соны тағып ырымдап біз не істеп жатырмыз. Сондықтан сіздің осы қарапайымдылығыңызға тәнті болдым. Ал енді Алтынбектің имандылығына тәнті болдым. Өзімнің осы аз ғана уақыт ішінде көрген дүнием. Сондықтан осы қалыптарыңыздан таймаңыздар, әрдайым жаңағы биік шыңға жете беріңіздер. Келесі кезекте бізде әлі де керемет мұғалімдер бар. Міне Ардақ Нұржанына бірнеше жыл мектеп директоры болған Алма Айтбаевна, Гүлмира Жұмағалиевна, енді келесі кезекте осыны біз өзіміздің кафедрамыздың ішінде дәстүрге айналдырып, бір-бірімізбен осылай не жасайық. Бізді шақырыңдар. Шақырамыз міндетті түрде. Сондықтан шақырамыз. Ал енді Мағжан Жұмабаевтың мына бір керемет сөзі бар екен. Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін 6 алаштың баласы бас қосса қадірлі орын мұғалімдердікі деген сөзімен бүгінгі кешті аяқтағым келеді. Әрқайсыңыздың орныңыз төр. Сондықтан осы төрден түспеңіздер, әрдайым осы шығармашылықтың шыңында өздеріңізден кейінгі, өздеріңізбен қатарлас үзеңгілес әріптестеріңізге үлгі болып жүре беріңіздер. Еліміз аман болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, және Ыбырай атына кір келтірмейтін ұстаздар легі, ұстаздар қатары көбейе берсін деймін. Рахмет сіздерге.
Гүлжазира Бекболатовна, түсіндіріңіз сау болыңыздар. бір екі сөз айтайыншы мына мағжан жұмабаев туралы. Сол кісінің сөзбен аяқтайын деп жатсыңыз, да? Может быть, не, ну, я сегодня Гүлнар Тлеугабыловне рассказывала. 10-шы сыныпта сабақ беретін мұғалімдер, менің жолдасым Шахмардан Құсайынов деген Мағжан Жұмабаевтың Ақбілек пен Қартқожаны орыс тілге аударды. Чтобы вы знали, да. Чтобы вы знали, кто с вами работает здесь. Ақбілек, Гүлжазира. Я через Ақбілек узнала, кто такой Мағжан Жұмабаев. Я так плакала. Автора перепутали вы. Автора перепутали. Кімдікі ол? Жүсіпбек Аймауытов. Мағжан Жұмабаев, он был такой кудрявый, да? Да. Я его спутала. Баян. Грех Шолпан он написал. Ну, в любом случае, чтобы вы знали, что химики тоже имеют отношение к казахской литературе, хоть не прямую, но в учебнике 10 класса есть такой вот автор. Вот так вот. Сау болыңдар. Рахмет. Давайте фотоға түсіп алайықшы, немізді қосып, камерамызды қосып. Мен шашымды жөндейін, тұра тұрыңдар. Пожалуйста, апай, фотоға түсіп алайық. Шашын театры мен футбол қыладым. Хорошо. Ага.